Назым Оңғарбаевна, мен сіздерге бүгін бір керемет Lumia деген платформамен таныстырғалы отырмын. Ол платформа бізде сабақ барысында жаңағы өздеріңіздің әдіс тәсілдеріңізді, видео құжаттарыңызды, видео материалдарыңызды барлығын бір жерде жинап, сабақ барысында көрсетуге ықпалын тигізетін платформа. Ол үшін өзіміздің Google аккаунтымызға өтіп, іздеу жолағына Lumia деп жазамыз. Шыққан ең бірінші сілтемеге кіреміз. Сайт smarttech.com Lumia деген сайтқа кіреміз. Сайтқа кіргеннен кейін, ағылшынша болғаннан кейін біз жаңағы автоматты түрде орысшасын аударып аламыз. Болмаса тінтудің оң жағын басып, перевести на русский язык дегенді басамыз. Енді кіргеннен кейін, мына жерде оң жағында бізде войти, болмаса бесплатно зарегистрироваться дегені бар. Бірінші кіргенге байланысты біз тіркеліп аламыз тегіне. Басып, Google аккаунтымызды таңдаймыз. Сол арқылы тіркелетін боламыз. Продолжить. Так, больше о тебе деген взрослый немесе ребенок дейді. Біз өзімізді көрсетеміз. Отобразить имя дейді. Мына жерге біз өзіміздің аты жөнімізді жазамыз. Страна Казахстан. Согласиямызды береміз. Готово дейміз. Осындай бет бізге ашылады. Бұл жердің бір жақсысы, бізде әрбір вкладкасына қалай жұмыс жасау керек екені туралы бізде YouTube арнасында қосымша түсіндірілген нұсқаулықтары бар. Енді біз кіргеннен кейін мінекей осындай бет бізге ашылады. Бұның барлығы бізге түсіндірме болып жатыр. Не істеу керек, қалай істеу керек екенге. Осындай бет ашылғаннан кейін мына жерде 3 вкладка тұрады. Моя библиотека, совместные библиотеки, библиотека Lumia дейді. Енді бұл жерде бізде моя библиотекада дым жоқ. Енді біз егерде ашатын болсақ, мына жерде совместные библиотеки деген бар. Яғни бұл жерде пока еш нәрсе жоқ. Библиотека Lumia дегеннің ішінде дайын жаңағындай ойындар, тест материалдары, слайд-шоу, презентациялары, шаблондары дайын түрінде берілген. Осы жерден алып, өзгертіп қойсаңыздар да болады. Болмаса өздеріңіз моя библиотека дегеннің ішіне кіріп, жаңағы жерден создать батырмасын басуымызға болады. Создать батырмасын басқаннан кейін бізге осындай бет ашылады. Бұл жерде біз PDF форматта презентацияларымызды жүктесек болады. YouTube арнамыздағы жаңағы видео материалдарымызды жүктеп қоюға болады. Тағысын тағы, мысалы, шаблон дейтін жерде новая страница, яғни өздеріңіз шаблонмен жұмыс жасап, шаблондарды қойып жасауымызға болады. Мына жақта кричи дейді, яғни бұл жерде жаңағында рефлексияға байланысты сабақты соңында қолдануға болатын өте керемет сондай. Тестирование, игровые задания дейді. Актуализация знаний, готовый ресурстар, рефлексияға, манипуляторға, графический органайзерларға бізде бар екен дайындары. Енді осы жерде мен сіздерге бір ойын заданиясын шаблонын алып көрсетейік. Оған кірген кезде бізде гонки, игра, проверка памяти, командный тест, переворот, порядок сортировки дегені бар. Соответствие, поиск слова дейді, открытие подписи, открытые подписи, игровое шоу дейді, заполни пропуски дейді. Енді мына жерде мысалы, мен мысалы қайсын алсақ екен. Мына жерде соответствиені алайық, Міне мына жерде категория введите текст или добавьте рисунок дейді. Енді мына жерде қазақшаны қойып алайын. Так, мына жерде мысалы жаз деген сөзді жазайық. Мына жерге қыс дейік. Мына жақта көктем дейік. Проверить ответы мына жақта немедленно по запросу деген бар екен. Немедленно тұра береді.
Енді следующий дегенді басамыз. Выберите тему дейді, яғни артындағы фон қандай болады. Балаларға мысалы қызық ойын ретінде жасауға болады. Бұл жерде сөздерді мысалы бір-біріне сәйкестендір, сөздерді ғана емес, суреттерді де сәйкестендіруге болады. Енді осы жерден біз табамыз, мысалы бір фонды алайық, мына жерден дракон дегенді алайық. Так, дейміз. Енді мына жақтан редактирование жасауға болады. Тағы да предварительный. Мінекей көктем мен қыс деген дұрыс болды. Енді мысалы қысты басып, осы сияқты әрі қарай біз жалғастыра береміз. Қыспен онда жаз болады. Ал жазбен көктем. Ол ойын біткеннен кейін мұғалім ол ойынды тағы да өзіне қайтарып тексере алады. Осыдан кейін тағы да бір бетті қоссақ болады. Ол үшін плюс батырмасын басамыз да келесі беттеріңізді қоса берсеңіздер болады. Мына жерде кричи деген ол бізде сабақтың соңында жаңағы кері байланыс жасау үшін қолданылатын өте жақсы бір сондай несі құралы болып табылады. Мысалы біз плюс минус сұрағым бар деген тәсілдің несін жасайтын болса, соны көрсете кетейін. Мына жерде категория дегенді таңдаймыз. Категория 1 дегенге мысалы плюс қояйық. Категория 2 дегенге минус қояйық, яғни балалардың минустары болып жатса, түсінбегендері болса. Ал мына жерге сұрағым бар дейді. Сұрағым бар дегенді сұрақ белгісі қойып қояйық. Сонда балаларға түсінікті болады. Так, сұрақ белгісі. Енді имена учащиеся дейді. Мына жерде сіздер баланың атын көрсетсе де болады, немесе оны көрсетпеуге де болады. Басқа балалар ол баланың кім екенін көрмейді сонда экран бетінен. Ал бірақ сіз тексерер кезде қай бала түсінді, қай бала түсінбеді, сұрағы бар екенін сіз мұғалім ретінде көре аласыз. Так, максимальное количество учащиеся дейді. Мына жерде үш емес, қаншау болады, мысалы, қанша оқушы алдыңызда? 20 ма, 10 ба, 15 ба, топ па жоқ, әлде бір тұтас сынып отырма, соның санын жазсаңыз болады. Загруженные материалы, текст, изображение дейді. Бізде бұл мәтін болып тұр. Так, жақсы, следующийді басамыз. Мына жерде бізде тағы да мінекей классический тұра береді. Осындай неде балалардың кері байланысы тақта бетіне шығатын болады. Готово дейміз. Енді тағы да мысалы бір видеоматериалды қосуға болады. Балаларға түсінікті түсіндіру үшін мысалы бір видеомызды жүктеп қойсақ болады. Осындай видеомызды добавить етеміз. Сосын балаларға керек видеомызды көрсетесіз. Енді видеоны қосу үшін біз видеоға кіріп, поделиться-да тұрған сілтемені емес, ал жаңағы браузердағы сілтемесін алып қоюымыз керек екен. Енді қараңыздар, видеоны қостық, барлығын қостық, тест қосуға болады екен. Тестированияны басып, мысалы тест сұрақтарын, мына жерде многовариантный выбор, ақиқат және жалған, ответ с несколькими, то есть бірнеше дұрыс жауабы бар, сұрақ және ол сұраққа жаңағы дауыс беру арқылы, краткий ответ, яғни қысқа жауап арқылы. Енді осы жерде мысалы біз истина или ложь дегенді таңдайық. Мына жаққа біз суретті әкеп қоюымызға болады, болмаса сұрақты жазуымызға болады. Ол үшін мысалы жазда ыстық болады дейік. Жазда ыстық болады. Бұл бізде истина жоқ әлде ложь па? Истина болып тұрады. Добавить вопрос дейміз. Келесі сұрақтарыңызды қосасыз мысалы. Солай сұрақтың ретін
дұрыс жауабын таңдап отырып қойып шығасыздар. Следующийді басамыз. Мінекей бір сұрақ болып шықты бізде. Готованы басамыз. Мінекей қараңыздар. Сіздерде дайын уже сабақтың барысында қолданатын жаңағы документіңізде, слайдыңызды да, жаңағы тестіңізді де, видео түсіндірме, ойындарыңызды барлығын бір жерге реттеп қоюға өте жақсы сондай платформа болып табылады. Енді завершить редактирование дегенді басамыз. Мына жерге мысалы атауын беруге болады. 8-ші сынып деп мысалы, или болмаса 5-ші сынып деп. Так, завершить редактирование дегенді басып жібереміз. Бізде мінекей сабағымыз дайын болды. Енді мына жерде біз начало дегенді бастап балаларға QR кодын тарқатсақ болады. Болмаса, егер тағы да жөндеймін десеңіздер, правка батырмасын басу керек болады. Начало дегенді басамын. Маған осындай бет ашылады. Бет ашылғанда мінекей қараңыздар, мынандай QR код ашылады. Бұл QR кодты сіздер экран бетіне қосып, жаңағы балалар өздерінің ұялы телефондарына жүктеп алып, мына кодты жазып, сіздің сабағыңызға өтеді. Болмаса, жаңағы мына сілтемені копировать жасап, сіз жаңағы дистанционно балаларға жібере аласыз. Жаңағы баланың қосылғаны мына жерде бір оқушы қосылды, екі оқушы қосылды деп жауабы шығып тұрады. Сіздермен бірге болған Назым Оңғарбаевна, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.